Менің 25 жастағы замандасыма айтар кеңесім: қателесуден қорықпаңыз. Ең бастысы, құлап жатсаңыз қайта тұрыңыз. Мен 2 рет бастауыш сыныпта қорытынды емтиханнан, 3 рет орта мектепке қабылдау емтиханынан құлаған адаммын. Жоғары оқу орнын аяқтап, жұмысқа орналасарда 30 жер мені жұмысқа алудан бас тартқан. Сондықтан еш уайымдамаңыз. Керісінше, жас кезіңізде әрбір сәттен ләззат ала біліңіз. Жас кезіңізде өмір ұсынған қиындықтардан сабақ ала біліңіз. Ал 30 бен 40 жастың аралығында сіз өз ісіңіздің шебері болу үшін нақты ойлануыңыз керек. Ал 40 пен 50 жас аралығында фокусыңызды өзіңіз шебері болып алған салаға бағыттаңыз. Ал 50 мен 60 жас аралығында жастарды инвестициялаңыз. Себебі жастар сізден әлдеқайда керемет жұмыс жасай алады. Сондықтан жастарға көмектесіңіз, кеңес беріңіз, бағыттаңыз. Көп кешікпей олардың мықты маман болғанына көзіңіз жетеді. Егер жасыңыз 25-те болса, қателесуден қорықпаңыз. Тап қазір жіберіп алған қателігіңіз болашағыңызға келер үлкен пайда. Сіз үшін бұл мықты мүмкіндік. Болашақта білім бәсекеге түспейді. Болашақта шығармашылық бәсекеге түседі. Қиял бәсекеге түседі. Егер сіз бәрімен бірде ойлайтын болсаңыз, артта қаласыз. Байқадыңыз ба? Соңғы 20 жылда адамдар техника тәрізді жұмыс жасады. Ал алдағы 20 жылда техника адам сияқты жұмыс жасайтын болады. Сондықтан болашақ білімде емес, болашақ сол білімнен алған тәжірибе мен даналықта жатыр. Бұрын бәрі білімге, өндіріске байланысты болды, ал болашақ шығармашылықта. Менің ойымша алдағы 30 жылда әлем мықты өзгереді. Жаңа технологиялар өміріміздің әрбір аспектісін өзгертетініне сенімім мол. Адамдар тек IQ мен EQ-ға көңіл бөлмей, LQ-ға да, яғни махаббат коэффициентіне де көңіл бөлуі керек. Себебі сіз өзіңізден төмен адамға қол ұшын соза алатындай жүрегіңіз мейірімге толғанда ғана керемет дүниелер тудыра аласыз. Осыдан 15 жыл бұрын интернет бір ғажайып тылсым дүние сияқты сезілетін. Ол кезде интернет өте ақылды болып көрінетін. Бірақ қазір олай көрінбейді. Себебі барлық адамдар интернет пайдаланады. Мен жас кезімде көп қателестім. Қазір көбіңізге бұл күлкілі шығар. Мен 2 рет бастауыш сыныпта қорытынды емтиханды, 3 рет орта мектепке қабылдау емтиханын, университетке түсу үшін 3 рет құладым. Сенесіз бе? Мен 3 жыл университетке түсуге талпындым. Ал университет бітіргеннен кейін жұмысқа тұрарда 30 жер мені жұмысқа алудан бас тартқан. Полицияға жұмысқа орналасқым келді, алмады. Әлі есімде, KFC-ға жұмысқа орналасқым келген 24 адам болдық. Соның 23-і жұмысқа тұрып, жалғыз мені алмай қойды. Полицияға орналасқысы келген 5 адамның 4-еуі қабылдан, жалғыз мені жұмысқа алудан бас тартқан. Мен оған үйренгенмін де. Айтпақшы, мен сіздерге айттым ба? 10 рет Гарвардқа құжат тапсырып, онда да қабылданбағанмын. Мен Голливуд киноларынан көп нәрсе үйрендім. Әсіресе Форест Гамптан. Мен Форестті қатты ұнатамын. Неге? Себебі ол ешқашан қиындықтарға берілмеген қарапайым жан болған. Көбі оны ақымақ деп ойлайды, бірақ ол өзіне не керек екенін білген. 2002 әлде 2003 жылдары Америка құрама штаттарында болып, осы фильмді қатты көргім келген, бірақ интернетке кіре алмадым. Ақыры досымның үйінен осы фильмді көргенде, мына жігіттен бәріміздің үйренеріміз көп екен деп ойладым. Сізге айтарым, жасап жатқан дүниеңізді жақсы көріп, оның болашағына сеніңіз. Адамдар оны қалай қабылдайтыны маңызды емес. Қарапайым болыңыз. Мына сөздер маған қатты ұнайды. Өмір қораптағы шоколад сияқты. Қай дәмі түсерін білмейсің. Рас қой, иә? Мен ешқашан сіздердің алдарыңызда осылай сөйлеп тұрамын деп ойламаппын. Осыдан 15 жыл бұрын жұмыс жасаған командама бұлай деп айтатынмын. Біз талмай еңбектенуіміз керек. Өзіміз үшін емес, айналамызға пайдамыз тиюі қажет. Біздің ешқайсымыздың бай әкеміз, танымал туысымыз, банкте мыңдаған долларымыз, билікте танысымыз жоқ. Біз мықты команда болып, бір мақсат, бір мүддені көздеп еңбектенуіміз қажет.
Қазір көптеген жастардың сәл қиындыққа сынып кетіп, үміттерін үзетіні, содан кейін келіп айналасын кінәлап шағымданатыны алаңдатады. Сағың сынып, жолы болмаған күндердің қандай болатынын мен өз тәжірибемнен жақсы білемін. Осы сәтсіздіктердің соңында көбіне депрессияға түсіп кетеміз. Бірақ бұл өткінші кезең ғой. Ал сіз өмірге қалай қарайсыз? Әрбір мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысасыз ба? Мысалы, мен Голливуд фильмдерінен көп нәрсе үйрендім. Мен жас кезімде бәрі мүмкін деп көп айтатынмын. Бірақ қазір көп адамға қарап бәрі мүмкін емес екенін түсіндім. Әрбіреуіміздің атқарып жүрген жұмысымыз бар. Мысалы, мен өз кәсібімде маңызды проблемалармен айналысу керекпін. Тұтынушылардың, қоғамның, акционерлердің, қызметкерлердің талаптарын ескеру керекпін. Сондықтан, егер сіз өз мақсатыңызға қарай талмай еңбектенетін болсаңыз, сізде көптеген мүмкіндіктер пайда болады. Егер сен ештеңе жасамай отыра берсең, бәрі мүмкін емес. Ал егер сен бір қадам жасасаң, сенде ең болмағанда үміт пайда болады. Сәл сабыр сақтап, ойланып көріңіз. Әрдайым тығырықтан шығатын жол табылады. Сабыр сақтай отырып, шабуылдауға да дайын болыңыз. Себебі бизнес бұл жарыс, ал жарыс әрдайым қызықты. Бүгін менің бәсекелесім жеңілсе, мен жеңімпазбын. Ал артынан мен жеңілсем, басқа жеңімпаз пайда болады. Сондықтан бизнес бір жағынан қызық. Менің 30 рет тауымды қайтарса да, мен сынбадым. Менің құпиям осы. Мен ешқашан берілмеймін. Мен Форест Гамп сияқтымын. Мен ешқашан ешкімге шағымданбаймын. Бұл жерде әңгіме сіздің жетістікке жетіп, не жетпегеніңізде емес. Менің компаниямдағы жұмысшыларымнан байқағаным, егер олар бір жоба сәтсіз шықса, немесе жұмыс барысында қателіктер жіберіп, жұмыстан шығып қалса, олар айналасынан кінә іздеп шағымдана бастайды. Бірақ ешқашан жұмысқа қайтып келуге тырыспайды. Ол бірден жеңіле салады. Олар мүмкін бір жерде менен қате кеткен шығар деп ешқашан ойламайды. Бұрын көп адамдар маған Алибабаға байланысты мынауың ең ақылға сыйымсыз дүние деп айтатын. Мен, егер адамдар пайдаланса, маған бұл жобам ақымақтық па, ақымақтық емес пе, бәрібір дейтінмін. Енді қазір 800 миллион адам Алипейді пайдаланады. Есімде бірде Time журналында жынды Джек деп жазған болатын. Шынымен, сол кезде ақылға сыйымсыз нәрселер ойлаған шығармын. Бірақ ақымақ еместігімді білетінмін. Мен өз мақсатымды білетінмін. Бірақ ол кезде бәрі менімен келсе, менің мүмкіндіктерім болмас еді. Маған сенім артқан инвесторларға алғысым шексіз. Егер олар көп пайда тапса, мен үшін бұл жетістік. Біз бір-бірімізге ұқсамайтын таңғажайып тұлғамыз. Сондықтан сіз өзіңіздің таңғажайып жолыңызды табуыңыз қажет. Қазіргі таңда көбі менің мүмкіндіктерім аз деп шағымданады. Мен де жас кезімде көп шағымданатынмын. Кейін түсіндім, кінәлау проблеманы шешпейді. Мүмкіндіктердің бәрі адамдар шағымданатын жерде болады. Мына өмірде мүмкіндіктер көп. Егер сіз осы шағымның бірінен мүмкіндік тауып шешетін болсаңыз, жетістікке жетесіздер. Сондықтан, егер сіз кәсіп бастасаңыз, сәтсіздіктер мен қиындықтардан қорықпаңыз. Біз бизнес бастарда 18 кәсіпкер болдық. Соның 17-сі менің группаластарым болды. Қазір көбіңіз ойлап отырған шығарсыздар, мыналардың 18-і де Қытайдағы ең ақылды адамдар деп. Бірақ біз ең ақылды емеспіз. Біз тек үнемі соңына дейін баратынбыз. Біз бәріміз де қарапайым мектепті бітірдік. Біз тек жетістіктің мына қағидасын ұстанатынбыз. Біз болашаққа сенетінбіз. Біз қателіктен сабақ алып, ешқашан жеңілмейтінбіз. Егер сіз бай отбасынан шығып, мықты университетті бітірсеңіз, сізден бір өтінерім. Қарапайым отбасынан шығып, қарапайым мектепті бітірген адамдарды сыйлаңызшы. Ал егер біз сияқты қарапайым отбасынан шығып, жай мектепті бітіргендерден өтінішім, өзіңізді сыйлаңыз. Сіздердің әр қайсыңыздың
мына әлемді өзгертетін мүмкіндіктеріңіз бар. Иә, сіздердің жолдарың болды деп айтатын шығарсыздар. Бірақ қазіргі деңгейге біз 19 жылда жеттік. Біз әртүрлі қиындықтарды бастан кешіп, түрлі қателіктер жібердік. Осы 19 жылда кездескен әр қиындықтар бізді осындай мықты деңгейге жеткізді.